Сәлем ертегілер елінің тыңдармандары. Бүгін сендерге 8 наурыз туралы қысқаша ертегіні ұсынамын. Ертеде жылы күн жыл бойы нұр шашып, гүлдер қыста да гүлдейтін алыс елде Марта есімді мейірімді қыз өмір сүріпті. Ол өз ізгілігімен, ақылдылығымен және басқаларға көмектесуге дайындығымен танымал еді. Ол заманда әйелдер өз тағдырын өздері таңдай алмайтын. Олар тынымсыз еңбек етті, бірақ олардың еңбегі көбіне елеусіз қалатын. Марта әрбір қыз, әрбір ана, әрбір әже өздерін бақытты және құрметті сезінетін әлемді армандайтын. Бір күні Марта әлемді өзгерту жолын табу үшін сапарға шықты. Ол қалың ормандардан өтті, жылдам өзендерді кешіп өтті және биік тауларға көтерілді. Сол таулардың бірінің шыңында тепе-теңдік пен әділеттіліктің сақтаушысы көне сиқыршы Веста өмір сүретін. Құрметті Веста, әйелдердің ұмыт қалғанын сезінбеуі үшін не істеуге болады? Деп сұрады Марта. Веста жымиып оған сиқырлы тұқымды ұсынды. Бұл тұқымды ек, егер сенің жүрегің шын мәнінде көмек көрсетуді қаласа, ол қажетті сәтте гүл ашады. Марта үйіне оралып, тұқымды жерге еккен. Күн сайын ол оны күтіп, суарып, өз мейіріммен жылытып отырды. Сөйтіп 8 наурыз таңында жерден барлық түстермен жарқыраған әсем гүл өсіп шықты. Оның хош иісі бүкіл әлемге таралып, адамдардың жүректерін жылулық пен қуанышқа толтырды. Содан бері жыл сайын 8 наурыз күні адамдар әйелдерді, олардың еңбегін, қамқорлығы мен махаббатын құрметтеуді дәстүрге айналдырды. Бұл күн көктемнің, жаңарудың және әлемді мейірімді әрі жарқын ететін жандарға деген ризашылықтың символына айналды. Осылайша 8 наурыз мерекесі пайда болды. Бұл күні тек табиғат қана емес, адамдардың жүректеріндегі алғыс сезімі де гүлдейді. Ал сендер 8 наурыз мерекесі туралы қандай аңыз немесе әңгіме білесіңдер? Төменге пікірлеріңді жаза кетіңдер.